Қалайсыңдар достар? Қасым Қазақ YouTube'қа қайтадан келді. Біздің Instagram'ымыз күнделікті жаңарып жатыр. То есть алдында Kasful деп өзгерген, Қасым Қазақ қайтадан оралды. Енді бүгінгі біздің тақырыбы товарды қалай топқа шығару. Қызық тақырып, барлықтарына осы сұрақ мазалап жүр. Товарды қалай топқа шығарамыз? Товарды топқа шығарудың үш нәрсесі бар. Үш критериясы бар былайша айтқанда. Ол қандай критериялар? Бірінші критерия, товарымыздың біздің топқа шығу үшін ранжирование деген нәрсе бар. Ранжирование дегеніміз ол товардың топқа шығу критериясы. То есть бірінші критерия ол бізде товардың клиентке дейін тез жетуі. То есть товардың складта тұруы. Склад максимально адамға жақын болса, максимально тез жетеді. То есть біріншісі бізде скорость доставки. Скорость доставки дегеніміз ол складта, қай складқа сіз товарыңызды жібересіз. То есть бұл ФБО-ға қатысты нәрсе. То есть сіз товарыңызды топқа шығару үшін товарыңызды ФБО-ға жіберу керексіздер. Жаңалықтағы сияқты сөйлесем. ФБО-ға жіберу үшін товарды не істеу керек? Товарды просто ФБО-ға жіберу керек. Екінші критериямыз ол біздің товардың выручкасы. То есть карточканың выручкасы. Карточканың выручкасы қаншалықты үлкен болса, товар соншалықты топқа шығады. Выручкасы аз товарлар, олар соответственно аз тұрады, выручкасы жоғары товарлар, олар всегда жоғарыда тұрады. То есть бірінші критерия бізде гео, то есть география складов. Екіншісі бізде ол товардың несі? Выручкасы. То есть мен мысалға келтірейін, біздің пример келтіретін нәрсе болмай қалады. Берші телефонды. Например, мына чехол. Всегда осы чехолды келтіремін, қолымда чехол ғана болады өткен. Вот, на примере осы чехолды алайық. Бұл чехолымыз біздің 1000 теңгеден тұрады. То есть біз оны жібереміз ФБО складына, бұның 1000 штугын сатсақ, ФБО складымен выручкамыз 1 миллион теңге болады. То есть 1 миллион теңгелік выручкамен сіздің астында тұрған уже выручкамен сіздер товарды көтеріп алсаңыздар топқа, то есть склад бірінші орын, екінші орын выручкамен товарды топқа көтеріп алсаңыздар, бұл сіздер товардың бағасын кішкене көтеріп сата бересіздер. Өткен товарыңыз топтан уже түспейді, өткен ол выручкамен көтеріліп тұр деген секілді критериялар бар. Ал енді үшінші критерия қандай? Үшінші критерия, товардың топқа шығу критериясы, ол бізде SEO оптимизация, контент және тағы да басқалар. SEO оптимизация дегеніміз оны барлықтарымыз білеміз. SEO дегеніміз ол товардың карточканың максимально насыщенный ключевой сөздермен толуы. Мысалы, келтіретін болсақ, мынау чехолды бір адамдар чехол деп іздейді. Біреулер там не іздеп іздеуі мүмкін? Қапшық деп. Чехол дегенде ағылшынша жазып іздеуі мүмкін, орысша жазып іздеуі мүмкін. Чехол на iPhone 13 Pro Max или там тағы да бір нәрсе. То есть біреулер басқаша вообще іздеуі мүмкін, адамның миына қонбайтын. То есть ол запростарды біз, барлық запросты біз карточкаға салу керекпіз. То есть ол бізде описанияға, наименованияға және де характеристикаға осы сөздердің барлығын қамту керекпіз. Сол кезде сол карточкаңыз максимально көп категорияда, максимально көп запроста көрінетін болады. Соответственно, көп запроста көрінгеннен кейін сіздің неңіз, товарыңыз топқа шығады. То есть көп сізде продажа болады. Көп продажа болса, сіздің товарыңыз топқа шығады. Дәл осы үш критерияға байланысты товарды топқа шығаруға болады. Ал енді осы үш критерияны толықтай білу үшін, иншалла біздің YouTube каналда толық үш критерияны толықтай зерттеу, қалай жіберу деген секілді моменттерді айтатын боламыз. Сосын тағы да айта кететін жайт, біздің Instagramға жазылып кетіңіз. Қасым Қазақ. Бұл жерде пайдалы ақпараттармен бөлісеміз, өте креативный видеолар түсіреміз. Wildberries туралы нишалар, топ, секрет, фишка, мишка барлығын айтатын боламыз. И және бір чек-лист беріп кетейін. Өткені мен көп YouTube-қа шықпадым. Былайша айтқанда сіздерге контент қарыз болып қалдым. Чек-листіміз біздің 100 поставщиктің сіздерге несін берем? Визиткасын берем. То есть сол поставщиктармен сөйлесіп, сіз ары қарай жұмыс істей берсеңіз болады. Оны алу үшін сіздер менің Instagramға подписаться ету керексіздер, постты репост қылу керексіздер. И все. Сосын бізге дайректқа Қасым красавчик деп жазу керек. Вот зато сіз 100 поставщик аласыз. Күшті ғой? Вот. Все, давайте көріскенше.